Arkadaşlar vakit olsun da öbürünün kazın tetler apalsın neydi? Oldu mu? Baylagan canım buydu. Baylagan Akşam bugün ne taksi aldı? Akşamda da aldı. Al endi olsun. Endi batasını verip dasturxon jaying. al ya aşkandar. Apa? Мынау келіп жатқан дүниелердің киімдердің кішкентай балалардың киімі барлығы өздерінің рахатымен киіп үстінде тосын. Алла берекесін берсін. Дендеріне соқ, тілектеріне шипа берсін Алла. Қосағымен қосағасын. Екі жаққа мейірімді болып, кілең осындай ақтасқанда күліп ойнап кездесе беріңіздер. Осы 40-тың бірі қыдыр дейді. Құда қаласа осы тілектеріміз қабыл болсын. Мына ақ тілекпен келген ағайындардың, достардың тілектері қабыл етсін. Aşağının bakıyorsun. Kulağay mı verir? Allah bak versin, bakıcı olsun. Kelген dünya ыстық денелерінде тосын, өмірлері болсын. Алла тағаладан ниет етсе, тілектері қабыл етсін. Еліміз бақытты болсын. Bir de var bak. 80 liradan adamım. Kutlu olsun. Çok şükür. Herkesin dünyası koda versin. Öldürü
қуантып жатырсыздар. Балапандарының дүниелері, киімі үстінде ыстық денесінде тозсын. Дүниелері тоза берсін, өздері тоздырсын. Жақсылыққа ұстап тұтынсын. Жақсы ниетпен алып келе жатқан отбасыларыңызға, пейілдеріңізге үлкен рахмет. Әрдайым әрқайсыңыздың отбасыларыңызға осындай қуаныш тілеймін. Бір-біріміздің қуанышымыздың куәсі болып жүрейік. Енді сыйға сый, сыраға бал дейді ғой. Қазақтың өзінің дәстүрімен бізде өзіміздің сыйымызды жасағымыз келіп тұр. Әрине әлбетте бірінші құдадан бастаймыз. Зұха құда, Зұлхарнай құда, келіп кетсеңіз. Бап деп қойса, музыканы шамал, құданың құрметіне. Зұлхарнай құда, қақтасыз оу. Құдағайлармен кетіп қалған жоқсыз ба, біздің аяқтамыз ғой. Оңбай жүрсін деп көрдіңіз ба, сәкең мықты ғой. Гүлнар құдағай, неше күннен деп, ұйықтамадым деп. Қақта құдағай, мына, керемет. Құдағай осындай болсын мына. Құдағай өз кішкентай екенсің. Құдағай, билейтін құдалар жоқ деген құдалар жоқ құдалар. Екеуміз бұл қосымыз бірдей екен, алған заттарымыздың барлығы бірдей. Әркім ниетіне байланысты дейді, көрдіңіздер ма? Ақылдаспай, өздері бірдей алып тұр. Знаешь, құдай қаласа алдыңызда барлығы бірдей болады деген сөз, құдағай. Құдағай, қимылдаңыз шамалы. Көрдіңдер, шашағанның бәрі кетіп қалды құдай. Жамал қимылда қалсын. Бұны ал дейді. Кім дейді? Атын аташ мен. Гүлфариза құдағай дейді. Алтын жүзігі бар. Сәкеннің. Болды. Өздеріңіз білесіздер оны енді. Сандуғаш. Құдағай ма құдаша ма? Апа, видео
Бимен қосып дауысын да естіп жатыр Құдағайдың. Рахмет. Кім дейді? Құндызай? Атығмай. Құндызай Құдаша дейді. Құндызай Құдаша. Музыканың әдемісіне қойыңдар көксі. Әдем бейнелігі бір Senin köngülün, senin men matın gülüm. Erişisin elden ayday sol görkem. Apa gülü gülü kegen yerin kem. Olsun bayretin kundu. Gülü bir sonu suydan. 25'te vakit geldi bespe. Bel koşan yerimizin deydi. Deysen, onun degen giymeysen. Ziva, Nara Şapası. Ziva Құдаша дейді. Apa otra, apa usted. Gülşahar деген Құдаша ма? Gülşahar деген Құдаша дейді. Жүрегімді ұрылай. Қарай берем ғашық болдым мен көздеріңе оралай. Шақырып сұрамай. Жүрегімді ұрылай. Жеңгесі. Айткүл Құдағай. Айткүл Құдағай дейді. Айткүл Құдағай биге. Yüreğim benim, yüreğim benim. Sezimde şahan herkes özüm duylarım. Gözüm şalgay, harmanla varma. Sağınıp yürüyorum her karabın külüm. Biге шақыртып кетеміз. Apası. Гүлзина апасы дейді. Құдаша.
Manarbek inisi deydi, Құда. Ағасы, Manarbek Құda deydi, Manarbek Құda қайда, биге көріп, биге. Құда қайда, биге. Manarbek Құда қайда екен, Manarbek Құда. Geldi. Құдан кім күліп та? Manarbek Құда қайда екен? Охо, күнгеміз жазып. Manarbek Құда қайда? Manarbek Құда қайда? Құда қайдар бейнек сіге бадыр. Қас. 1 минут, 7. Manarbek қайда? Manarbek Құда қайда? Ойбай, менен бұрын бір Құда қайдар тауып алып кетіп қалдау соғысын. Нағашы жездесі Ардақ дейді. Хапа! Хап! Құлаға қатты дайындап кішке көргенде шамасы келмей қалды. Anvarбек Құда дейді. Құдағайға берерсе ата бата. Ойбай, нақсын дейін өргене беріңдер ойбай. Еркісінер шестіртінде жазуы. Еркін деген бөлесілікі. Бәрін жем, мына Құдағайға берші, есі дүзу. Жоқ, осы кісі берсеңізші. Өзі оқып береді сосын.
Я есі түзу, анасы неше мұт ұйықтамаған. Ұйықта. Болды ау дейм, я? Болды ма? Нағашылардың атынан көрпе бар. Алдымыздың қыс болғанын қандайды көрдіңіздер ғой. Нағашылардың атынан көрпесі бар құдағайларға. Өзіңіз айтсаңыз. Мінекей енді бізде жаңа нағашы жұрты деп жатыр ғой, енді бізді өз жұртымызда нағаштар жағынан да мама мінекей құдағиларға тоже киіт берейін деп жатыр. Құдағайға киіт, құдағайға киіт. Шапалақ! Құдаға костюм шалбар. Құдаға костюм шалбар дейді. Жеңгелердің атынан тағы киіт бар міне. О, құдағай. Ал, жеңгелердің атынан киіт. Ішінде не бар оның айтыңдаршы. Жаңа Атүркіл апайдың жүзігі қап қойыпты ғой, билеп атқанымызда ұмыт кеттік қой. О, құтты болсын, құтты болсын ал. Шапалақ! Шапалақ! Халқым болдыңыздар ма? Мінекейлеріңіз. Шашылар болдыңдар ма? Жеңгелер жағына. Бізде отыра қалып алды. Бәріне. Айнақта құда сағат қойды ғой, берді ма анау? Кейін дегенге жоқ шығар? Жоқ, ергісінандай ақтан алдыңыз ба? Алынған жоқ. Кейін алды. Кейін қоймайсыз. Ал, құдағайлар. Ал, құлғанда бір ауыз сөз дейді. Шаштар шулда бұлдыңыздар ма? Бізге де бір не беріңіздер. Біз құрдастарымыз неге шулатып жатыр деп ойламаңыз, құдағай. Біздер құрдастарымыз күні-түні кешеден бері осы жерде далада ұйықтап, есіктің алдында ұйықтап, отырып түрегеп жүрміз енді сіздерді күтіп. Мына сіздің әкелгеніңізге біз бесте отырмыз. Рахмет, Алладан қайтсын. Қыз деген өріс дейді, өрісіңіз құдай қаласа кеңі батыр. Күн ой әкелген ақ дастархан кеп жатыр, ақ кілем кеп жатыр. Ылайым жүректеріңіз ақ болсын. Келген кенімізде аңмарал болып жатыр. Біздің құрдасымыз да аңмарал. Құдай қаласа ағара берсін. Бір қызыңыз өсіп өне берсін. Мына біздің құрдастардың атынан сізге арнайы алтын жүзігіміз бар. Өзіңіз аппақ екен сосын. Әне алтын жүзік алдық сізге. Музыка! Бүгінгі той құтты болсын, 2 жас бақытты баянды болсын. Ағымарау өзіміздің құрдасымыз. Гүлнар құдағи, группалас
Менің көп баласым. Тастар бақытты болсын. Құластардың атынан біздің үйдарға күшіміз бар. Алтында жарқырап жүре бер. Рахмет. Алдардан өсімені беріңіздер. Құдағайлар бір бейнем алып етке кіреміз дейді. Біздер қайтамыз айна. Кешеден бері қонбадық айна. Şanım oyundur tökken edin Kıyadalı yıkon sana Hoşu bulduk şederim Alın yettin ah dilim Argan çerge bak dilim Yezimin dıp şarkı bödüm Sarılmazdım tettem edin Yezimin dıp şarkı bödüm Sarılmazdım tettem edin Ana sütün aktağanım Şamanda kov basbağanım Argan çerge bağın taşın Sakın dolu basbağanım Alın yettin ah dilim Bargan çerge bak diledim Sezimin dıp şarkı böter Sarılmasın tettem edin Sezimin dıp şarkı böter Sarılmasın tettem edin Batili kız ıskarladım Orundalsın ıskarmadım Kosağın ben kosmalarıp Onurlu bol kız aldağım Ağın yetken ah diledim Bargan жерге bak diledim Sezimin dıp şarkı böter Sarılmasın tettem edin Sezimin dıp şarkı böter Sarılmasın tettem edin Sarılmasın tettem edin Adamda bir sürü artına karab görü gerek. Önümüzde olsun, üstümüzde olsun tek жақсылықтар көріп жүрек артынан айтасы бағаласын қалды. Жасақтырып тұратын әркім өз әкеге талағын турасын. Kişinin arasını açı var. Soldarın arasını açı var. Өткенде мазалама деген бірақ енді уақыт шамалы өтіп бара жатыр. Мына әлі шақырып жатқан үйлер бар. Сол кісілер айнықтамай тұрып ертерек барайық деп жатыр. Ардақтарға рұқсат болатын болса. Мынау баяғыда осы қазақ пен өзбек құда болыпты көке. Сөйтіп қазақ құдасы өзбек құдасының үйіне қыдырып келіп, екеуі әңгіме айтып отырса, өзбек құдасының әйелі айтады дейді: "Аға, сіз бұйырған қорадағы тауық сойып болдым, бәріне сайын ба, жарысына сайын ба" деп. Сөйтіп өзбек айтады дейді: "Ай, тауықтың бәрін кім дейді, жарысынасы" деп. Сонымен жарып тауықты асып қазақ құдасын күтіп қайтарыпты. Bir haftadan кейін қазақ құдасының үйіне өзбек құдасы қыдырып келіп, екеуі әңгіме айтып отырса, қазақ құдасының әйелі жүгіріп кіріп айтады дейді: "Қожайын, сіз бұйырған қорадағыдай қошқарды сойып болдым, бәріне сайын ба, жарысына сайын ба" десе, қазақ орнынан қарық тұрып: "Ай бәйбіше, жарысына сатын тауық дейсің бе, бәрін ас" деп айтады деді ғой. Сол секілді сіздер келеді деп сойылған, алдарыңызға қойылған сыбаға үлкен астан алыңыздар. Мына тамаданың төресі үлкен аста бірақ тілек береді дейді көке. Сол төрелердің жолымен осы үлкен аста бірақ тілек айтсақ бола ма Алтыншаша? Болады. Әлде басынан бастайын ба қайта? Болды, олай болса
Бұл тілекті айтқызбас бұрын не дейсің, Алла берген бұйрық қабыл жіберді мына бізге сыйлық тәңір. Қашаннан кең пейілді қазақ едік, құдаға асататын құйрық бауыр десек, алдымен құдалықтың рәсім жолы құйрық бауыр асату рәсімін жасап алғанды жөн санап отырмыз. Құйрық бауыр алып келетін апаларымыз, алып келіңіздер, аман жол әнін айтып береді. Қарыз бересіздер. Құйрық бауыр жедің ба деген осы. Бауырдай бауырмашыл, құйрықтай майылда жайыл бір-бірімізге сіңімді болайық деген ниетпен құйрық бауыр асаттық. Тәрелке алып келген апаларым қайда? Пасовия түс келіңіздер. Келіңіздер, тәрелкені алыңыздар. Келіп ала беріңіздер. Білеміз екі жастың бар ертеңі, жайыла берсін деймін дәл өркені. Мұндай ақша саларын білгенімде өзіме әкелерім тәрекені. Ал бәрі әзіл ғой арнақта қайындар. Жалпына құда болдық, құдаға ай болдық деп жатырмыз ғой. Құда деген 4 әріп сөз, қыз бен ұлды дайындайтын адамдар деген мағынан береді екен. Құдағи деген 6 әріп сөз, қыз бен ұлды дайындайтын адамдардың ғылыми институты деген мағынан береді екен ғой. Құйрық бауырдан кейін 1000 жылдық құдалықтың мөрін басу үшін қос ананы, қос әкені ортаға шақырсақ деп жатырмыз. Ертең ресторанда төс түйіс түрлі бөлек, оның орны бір бөлек, шаңырақтың орны бір бөлек қой. Олай болса, ортаға қарай келіңіздер, құдағай, ортаға қарай келіңіз.
қос ана қос әкенің 1000 жылдықтың мөрін басқан сәтін тамашалайық. Бәріңіз бермен бетті тұрыңыздар. 1000 жылдықтың бастауы басталғанда көңілдерінен соқпасын. Бүгініз ғар көмірін сұлуын кеп сыңар қылған бұл үйде Ернар дейтін ұлыңыз бар. Шашшыларға келісті келін болған бұл үйде Ақмаралдай гүліңіз бар. Қос бірдей ата-анамыз ортамызда жүректен ақтаратын жырымыз бар. Ал ендеше қос ана қос әкеге қос қолдың шапалағын ұрыңыздар дейміз. Екі келешекті ортаға тұрмайсыздар ма? Ал бірінші Құдағыр ағай, тілекті бастайық. Алла, құрметті ағайындар, бүгін кешелі бері біраз 2 жас деп бір айтылып отыр. Сол тілектердің бәрі періштенің құлағына шалынып амин десін, жастар бақытты болсын, көйлі шөйлі болсын. Қарты бар үй, қазыналы үй дейді ғой. Бұл жерде 2 әжей бар екен. Сол қариялардың ақылын тыңдап жүрсе жаман болмас. Сол істерлерін жоғын берсін. Жастар бақытты болсын, дендері сау болсын, ғұмырлы болсын, көйлі шөйлі болсын. Отбасыларыңыздан барлықтарыңыздан тек қызықшылық той болсын. Дастархан тек қызықшылық тойға жайылсын. Жастар бақытты болсын. Құрметті құдалар, бүгін құда болып төлерімізге шығып жатырмыз. Рахмет. Бір баламыз екеу болып, төбеміз көпке жетіп жатыр, қуаныш болып жатыр ең жақында. Құтты болсын бүгінгі түскен келіндеріміз. Осы үйге тұстай батып, судай сыңсын. Үлкен қарияларын, аналарын, ағайын жұртын сыйлайтын жүрегінде иманы бар, сабыры бар, келін болсын сіздерге. Осы үйге үбірлі шүбірлі болсын, терезесі тең болсын, керегесі кең болсын, шаңырағы биік болсын. Енді кез келген ата-ана, ұлым болсын, қызым болсын, бас қосып, ержеткесін бас қосуын қалайды ғой. Өздері қалады, бір-бірін өздерін тапты, Құдай қосқан құда болды мінекей. Қуаныштымыз, баламыздың осындай бас қосып екеу болып жатқанына. Құдай қаласа келесі жылы 3-е, 16 жыл 4-е болып көбейе берсін балаларымыз. Барлығымыздың тапқан табысымыз осындай ұл қызымыздың қуанышына, бақытына шашылсын, солардан шаршайық, шашласақ. Енді қызымыз қанша апалар мақтап жатыр ғой, мен қызымды жұмсай ғой, жұмсадым деп айтамаймын, жұмсаған жоқпын шынымды айтсам. Менің мамам 1 класстан жұмсаған, тамаққа да бәрін. Сосын ол екеулеу болып өсті, әпшелері жұмсадым шығар мақтап жатыр. Білген 99 шын айтқанда жас. Ой, неге жұмсаған жоқсың? Гүлнара өзі жаңғыз өзі үйде тірліктің бәрі солсын. Сен мектепте жүрсің. Қыз жоқ қой одан кейін. Сол ғой істейтін бәрі. Арасында біздің үйінде тірлік істейтін енді білмеген болса кешіресіздер, үйретесіздер, үйренуге ынталы бәр нәрсені. Болса, бақытты болсын, ең бастысы бір-біріне сыйласа, ер азаматын сыйласа, үлкендерін сыйласа, арғыдай жақсы болды деп ойлаймын. Барлығыңызға рахмет, мінекей туысқандарыма да барлығына осындай біздің шашпауымызды көтеріп, бәрі алтын уақыттарын келіп жатқандарына. Енді бізде ешқандай уайым не жоқ, апамдар отыр, мінекей 2 апам төле дейді, бұл жерге тағы 2 апамыз бар, үлкендер айтып жатыр ғой, қариясы бар, қазыналы үй деп. Ешқандай жүрегімізде ешқандай толқу не жоқ, көңіліміз, жүрегіміз тыныш ең бастысы. Сол тыныштық мәңгілік болсын барлығымыз. Рахмет, Аллаға аға. İşten beri vardım. Şunda? Bir yaşta жақсы тілектер айтылып жатыр.
Өзіңіз бақытты болсын, осы тілектер қабыл болсын. Ендігі жерде осы жастың қызықшылығын, қуанышын көре берейік. Денсаулықтары мықты болсын, өмірде бақытты болсын. Алыстан қарасаңыз, мына екі кісі қыз берген, ана екеуі алған сияқтанып көрінеді. Олып тұр ағам барлық жат. Дұрыс қой, көптен күткен қуанышы ғой енді. Баяғыда бір келіншек толық тұрмын деп айтамын деп құлпырып тұрмын деген екен. Сол сияқты құлпырып тұр бұл кісі. Ал апа жалғастырайық. Құдағылар. Толықты деген сенден қалды ғой. Екі жаққа ортақ қуанышымыз құтты болсын. Жастар бақытты болсын. Бүгін үлкен міндетті атқарып жатсыздар. Құдалығым менге қыздың дүниесін алып келіп, одан киімін алып келіп, үлкен міндеттерін жүктеп жатсыздар. Дүниесі өздері толдырсын. Киімдері ыстық дүниесінде толсын. Құдалығымыз мың жылдық болсын. Жастар бақытты болып, әрқайсымыздың шаңдағымызда осындай қуаныш болсын. Бір-біріміздің қуанышымыздың куәсі болайық. Сіздерге алтын уақыттарыңызды бөліп берген сіздерге үлкен алғысым шексіз. Рахмет. Рахмет. Мен енді осы тұрғанда Ернарды ойланып отырмын. Ақмаралды алды, мамасы Ақмарал. Ақмарал дейін десе мамасы қарайды. Ондықтан мама деп кете ма деп ойланып отырмын. Баяғыда бір жігіт үйленгеннен кейін әйелімен 25 жыл өмір сүріп, әйеліне айтады дейді, сен осы күнге дейін маған қамқоршы болдың, жағдайым жасадың, саған мама дей берсем бола ма деп. Әйел болады деп, қуанып кетті. Мама деп, ау деп, мама деп, ау деп, үшінші рет мама деп, әйел ау десе, мен үйленемін деп айтады дейді. Сол секілді мынау Алла бұйыртса жастардың өмір жасы ұзақ болсын, айтылған тілектеріңіз қабыл болсын. Мен өзім Ақмарал апамды көріп риза болып отырмын. Бұл кісіні ене болып деуге дым қимай тұрмын. Шамал үстіне қазақша көйлек киіндірсең өзіңіз атып жүруге болады. Осылай жап-жас қалпыңызда, ой серпілім, косымшалар кезіп үйлендіріп жүрейін ба, қайтып. Рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Қос құда негізі табиғат ұқсайды екен бір-біріне, қарадыңыздар ма? Өзі өсер құда ұқсас келеді дейді ғой біздің қазақта. Алла бұйыртса мың жылдықтарыңыз арта берсін, мәңгілікке ұласын. Енді мың жылдықтың мөрін басайық. Қос құда төс түйістіріп қойыңыздар, қос құдағи бет сүйістіріп қойыңыздар. Мен ортасын свар кілеймін, сіздер шапала құрыңыздар. Ал кет! Қос құда! Қос құдағай! Қос құдағай! Енді ауысып, құдағай мен құда, құдағай мен құда. Ауысып, құдағай мен құда, әйел ауысып құшақтай. Құдаңыз құшақтап қойыңыз. Рахмет. Құдағай құшақтайын деп бір түрлі болып қалдыңыз ба? Бүгін бір-бірімізді бауырға басқан сәтте қандай жақын болсақ, өмірде осындай етене жақын болыңыздар деген тілектеміз. Айтыңыз апа. Енді өзі қазақтың салты ғой. Ананың үстіне жететін ештеңе жоқ қой. Қыздың әпелеп өсірген, ата-анасына алғысымды айта отырып, ананың ақ сүті деген өзі, әкенің ақсы деген жолын тапсырғым келді. Ал мені ана мен әкенің еңбегін бағалаған дұрыс қой бұл. Екеуді өткізіп қойды кәсіпке. Рахмет. Баяғыда бір жігіт өз қыз айттырып кеп тұр дейді. Сөйтсе қызыма ананы әкелесің, қалың малға мынандай әкелесің, әке күшіне мынандай әкелесің, ана үстіне 500 мың әкелесің депті. Сөйтсе қыздың әкесі ойланып тұрып, ойбай сонда литрін қаншадан қазір деп айтады. Бұл енді бұл ананың ақ сүтін ақшамен өлшенбейді ешқашан. Осы ананың ақ сүті өмірге алып келгені, бұл жалпы бұл аналарды мақтасақ та, мадақтасақ та, төбемізге көтеріп жүрсек те, біз анамыздың жақсылығын өтей алмайды екенбіз. Баяғыда бір жігіт анасын арқалап Меккеге апарып келіп сұрапты. Мен анамды Меккеге арқалап апарып келдім. Анамның алдындағы міндетінен құтылдым ба дегенде, сен анаңның бір рет толғатқан кезде ғана міндетінен құтылдың деген екен. Бұл ананың міндетінен құтылу мүмкін емес. Аналарымыз мәңгі аман болсын. Тілектеріңіз қабыл болсын. Рахмет, дастархан жағасына жайғасқаныңыздар рұқсат. Мың жылдықтың мөрі басылды. Енді қос құдағайдың құрметіне
құрметіне, қос анамыздың құрметіне, осындағы барша аналардың құрметіне, осы Шиелі ауданының тумасы, Сыр елінің бас айтыскер ақыны, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, өнерде өзіміздің ұстазымыз, айтыскер ақын Кенжебай Жүсіп ағамыздың әнімен сөзіне жазылған Алтын анам деген әнді осындағы ер азаматтардың атынан сіздер үшін орындап берейік, қабыл алыңыздар. Ал аналардың құрметіне кет. Айналдым ана деген асқағаттан, ұлының атқа мініп көк бара шаппын. Бүгінгі бұл мереке сіздердікі, тойларыңыз құтты болсын болып жатқан. Сенің анаң алтын, менің анам алтын, құлпыра бер қарындасым, аман болып жалпын. Ақ жеңгелері әнім, сұлу қыздар сәнім, аналарды құттықтап, қосылыңдар бәрің. Сенің анаң алтын, менің анам алтын, құлпыра бер қарындасым, аман болып жалпын. Ақ жеңгелері әнім, сұлу қыздар сәнім, аналарды құттықтап, қосылыңдар бәрің. Біз бүгін пайғамбарда ұланадам, қыз біздің аруаннан намадым, сағасы тіршілікті мадымата, жар болған ан есімді бір ағыдым. Сенің анаң алтын, менің анам алтын, құлпыра бер қарындасым, аман болып жалпын. Ақ жеңгелері әнім, сұлу қыздар сәнім, аналарды құттықтап, қосылыңдар бәрің. Сенің анаң алтын, менің анам алтын, құлпыра бер қарындасым, аман болып жалпын. Ақ жеңгелері әнім, сұлу қыздар сәнім, аналарды құттықтап, қосылыңдар бәрің. Енелерді құттықтап, қосылыңдар бәрің. Екі жасты құттықтап, қосылыңдар бәрің. Құдаларды құттықтап, қосылыңдар бәрің. Шаштыларды құттықтап, қосылыңдар бәрің. Тамаша. Келе қой отыра қой. Елде сандық салар дейді, өзіміздің елдің салтымен сандық саларды алып келіп тартсақ, содан кейін дастарханның батасын сұрасақ деп отырмыз ағайындар. Сандық саларды табаққа салып әкелмей, бірден ыдысына салып алып келіп беріп жатырмыз. Сосын мына ертеректе құда тартар деген салт бар еді ғой көке, иә? Құда тартар деген салт болатын. Соны еңгезердің жігіттерді алып келіп қояды, тартамыз ба, берілесіз ба деп. Бір ауылда осы қатты белек алған екен осы салт. Сол ауылға бір ағайындар келеді, құдалар келеді қызақ көтуге. Сонымен бұл ауылда құда тартар деген салт қатты ұстанатынын біледі. Сөйтсе, жаңағы бас құданың өзі бір аяғы протез екен. Мына жартысынан былай қарай жоқ екен, саңнан былай қарай. Сонымен бұларды қадырайын деп төрдеп отырып апты. Ал құда тартар басталды деп төрт жігіт кіріпті дәу-дәу. Құда тартсын ба, берілесің бе деп. Берілмеймін депті құда. Құда ойладыңыз, менің аяғымнан сүйреп есік кейін апарса мен берілем депті. Аналар қайдан білсін? Протез аяғын шығарып қойып отыр дейді құда. Төрт жігіт ұстағанда тартқан, жуан саннан аяқ қолда тұрып, төртеу аяқты лақтырасам ескіден қашқан, содан кейін барып бұл салтты қойған екен. Бұл жалпы құрметті ағайын біздің негізі табиғатымызға да тән нәрсе емес. Себебі қызым беріп отырған, құданы аяғынан сүйрелеп отырған, бұл біздің шамалы ерсілеу қылық болып саналады. Бұл құдаларды төбемізден көтеріп отырайық қанша дегенмен, мыңжылдықтарыңыз құтты болсын. Рұқсат болса бірінші табақ алдырамыз ба көке, әлде бата сұратамыз ба? Жастар бата сұрады. Сандық салады. Апа, әкеліңіз маған бере беріңіз, өзім алып тұрмыз. Қабақтыра қойғанша. Құдалар. Жүрсең шо? Бер жақ. Құдағаймен құдалар, құда десістік, құйрық бауыр жесістік. Жастарды алып ортаға сертпайласып
кестік. Мына құда деген соң құшақтасып төс қағып, құйрық бауыр жеген соң бүгінгі шашып ортаға осы тойға келген соң анадан тілек тілейік, думандатып ән айтып бірге ойнап күлейік. Мына жалған мына ғұмырда қадір тұтып ағайын сыйласымен жүрейік. Екі келмес дүние бағасын оның білейік. Құдай қосқан құдалар құтты болсын тойымыз, өкпе болмай ортада адал болсын ойымыз. Мыңжылдықта қадам деп қабыл болсын батамыз. Балдарыма енді өздеріне білейін, ақылды болыңдар, арлы болыңдар, қатарларының алды болыңдар. Аумин көке, осы екі баланың атына сізге бата берейінші. Жан емеспін жақсысы теріс көрер, үлкен келсе басына жөн істелер. Батаны қабыл етсін сақалыңыздың әр талында отырған періштелер. Көңілден аулақ болып күпіріңіз, жүректен жоғалмасын шүкіріңіз. Екі балам бақытты болса екен деп ақ батамен берілді үкіміңіз. Мен де сізге беретін батам осы, денсаулықты жақсылап күтініңіз. 80 мен 85-тен аман өтіп, 90-да тоқал алаңда күтіріңіз. Ал рахмет жастар, бақытты болсын. Келіндер табақ алсын. Содан кейін келесі шалқақта оз рөсін оламыздар. Ал келіндер табақ көп жасап табақ алар. Вера естімесін бұны. Мұнда еңгеш бермейді қонда. Мұнда еңгеш бермейді. Бір сақала сұраған көрінеді, я Расулаллах, жәннаттан қандай адам кірмейді дегенде, бұл ағайын туысқандарынан қол үзген адам жәннатқа кірмейді деген екен ғой. Аллаға шүкір, бір сіздердің құдаларыңыздың ағайын туысқандары көп жетерлік. Әрқайсысы шаңыраққа шақырып, шай беруге жағдай жетеді, бірақ уақыт тапшы, сағат сатып алғанмен уақыт сатып ала алмаймыз ғой. Құдай бетін аулақ қылсын. Баяғыда бір екі жігіт сотталыпты дейді. Сөйтсе біреу сағат ұрлап сотталып, біреу сиыр ұрлап сотталыпты. Сөйтпен сиыр ұрлағандікі үлкен ұрлық қой, сағат ұрлағып сотталып дегенге кім сенеді? Сөйтсе сиыр ұрлаған жігіт мазақ қылып отырып, бауырым сағат қанша болды десе, сиыр сауатын уақыт болып қалды ғой деп айтады дейді ғой. Енді сол сияқты әрқайсысы шақыруға жағдай жетеді, бірақ енді ол үшін 2-3 күн уақыт арнау керек. Дегенмен мына қара шаңырақ деген біздің қазақта ең үлкен шаңырақ, бұл шаңырақтан аттап кетуге болмайды. Мына үлкендеріміздің шаңырағына осы сіздерді шақырып отырмыз. Жаңа бағана енді апамды осы әулеттің ағайындарын таныстырдық қой, бірақ осы сіздерді күтеміз деп бүгін таңнан бастап табанынан түктіріп осы дастарханды жайып, сіздер үшін ең дәмдіреген ас суды әзірлеп жүрген осы әулеттің келіндері бар, қыздары бар, күйеу балдар бар, ұлдары бар. Соларды бір шақырып бірінші таныстырып алсақ деп жатырмыз. Себебі ертең мынаны қаяқтан көрмек, бұл күмек деп отырмайық. Көргенде о құда қалай, құдағай қалай деп амандасып отқанға не жетсін. Осы әулеттің таныспаған кісілерді ішке қарай шақырайық, бір таныстырып алайық. Ешкім танымаймын ғой, мен кім таныстырамыз? Сыртта жүргені бар, енді түгел емес. Мынау мынау серік танисыздар, өздеріңіздің құдаларыңыз. Ауылда құда жатыр. Мынау Алматыда олар бүгін шаршап шалдырып енді келіп тұр. Бұл Алматыда тұр. Жаңа қарлаштың күйеуі. Қол көтеріп қойыңыз. Қасына кетіп тұр. Біресе мақтан мамасын көрсетіп. Мынау ең үлкен қыз, бірақ бұны енді күні бойы істейтін кешеден бері бірге болып жатқанмен енді жаңағы келмеген балдар енді келіп жатыр, соны айтып жатқанмын ғой. Атын айта алмайсың ғой соны? Айтасың ба? Айтып қойып тұрмын, кешке. Енді бұған келсек, қарлашты білесіздер, мынау жаңағы жолдасым келді деп қасына тұрып алыпты ғой енді. Мынау Айшаның қызы. Үлкен баласы бар, ол келемады, келіні бар, немерелері бар, олар енді ауылда қалды, Астанада. Одан кейін қыз мынау Суен, Данышка деген қыз. Енді мынау мен үйде осы отандырып қалған Алым деген балам.
Алдыға қарай қалеке. Қол көтеріп қойыңыз, құдалар көрсін, танысын. Айгүлді білесіздер, кеше құдалыққа барды. Әлия келді жа. Әлия міне осы үйдегі келін мен. Енді жаңа келіндер бар, сыртта келіндер ме жаңа? Олар анектағы неде жинастырады. Жинастырып алды, қалған келіндер. Қай жеңшен келді? Гүлжан жеңшен. Гүлжанды шақырсың? Келіп шақырды. Мынау пенсияға шыққан заң қызметкері Әбдірахман балам. Гүлжан міне ағамның келіні қаладан келіп жатқан. Ағамның атын атаймай, мынау қастарыңызда отыр, сол кісінің үлкен ағамның. Енді сырттағы жүрген балдарды енді таныса береді. Жаңағы Марал дейінде анауына жиналды. Марал келді деп айтты. Марал келді ма? Марал құдағайларымыз келді. Өздеріңіз білесіздер, жақсы танисыздар, енді таныстырма осы енді. Рахмет, қызмет жасап жатқан сусындардан құйылды ма? Енді тамақ алыңыздар. Ағаны Ақжайлау деп жатсыздар. Адамдарыңызға гүл бітсін дейміз. Таныстырып алдық қой. Мына жақта апаларым өзің таныстырып, қай жақтансың, сен кімсің өзі деп ағайындар сұрап жатыр дейді. Мен жалпы мынау таудың етегінде Жиделарық деген ауылдан туып өскен 5 арыс тұяқтының ұлы, бір құдайдың құлы болам. Жетірулы шаштыға жиен болам, шешем шиелінің шашқысы, нағаш атамның есімі Башар, нағаш әжемнің есімі Ақбибі, өз атамның есімі Ержігіт Әмір. Өз әжемнің есімі Мархабат, өзімнің есімі Ержан, жылым 91, түрім 81, манеті 70. Мынау енді үлкен тойға жап-жас бала келіп қылжақтады ғой демеңіздер. Негіз алдарыңызда тұрған тамада жас емес, жас болсара бас болған, халықаралық ән фестивалінің 2-1 гран-приі, халықаралық ақындар айтысының бірнеше рет жүлдегері, бокстан жастар арасынан 2 дүркін әлем чемпионы, қыста өткен олимпиададан жеңіл атлетикадан алтын алқа иегері, филология ғылымдарының докторы, кандидаты академик, мемлекет сыйлығының лауреаты деген атақтардың біреуінде алмаған Ержан деген бар. Сонан соң тағда бір хабарландыру, ақшаларыңызды алдын ала төлеп қойсаңыздар, тойларыңыз тегін басқарып беруге уәде береміз. Құдай тойдан айырмасын. Енді осы үлкен шаңыраққа келіп жатырған соң, жаңа құдалардың үлкендерінен тілекті бастап алсақ деп жатырмыз. Әдеттегідей құдай берген көкемізге, беріп көкемізге, нағашылардан жарат көкемізге, және де қыздардың үлкені Күнімай апамызға төртеуіңізге бір ауыз тілек Көктем өткен тойымызды естіп жатырмыз, кешеден бері. Осы тойдың көбірін естіп жатқан жерден аурап бір түсіп жатқан шығар. Жақаңның дастарханы әрқашан өзі ардақты, сондай кісілерге жайылған дастархан, сондай отан, мынау балдарына сол жұғысты болсын. Мынау дастархан әрқашан берекелі, кең дастархан болып, қуанышқа жайыла берсін. Жақаң ағамыз өзі жаңағы ақкөңіл сондай ниеті ғын. Мені жас демей, жаңағы нағашым деп осы бірдеңесіден айтып тиісіп сөйтіп тұратын. Қасынан не болса кездессе қасына алып, сол есіме түсіп жатыр мінекей. Айтып жатсыздар ғой, өсіп өнген жер екен деп, оның бәрін сырттай да білеміз, көзімізбен де көріп жатырмыз. Мынау қолдарыңызға қондырған құстарыңыз құтты болсын, балдарыңыздың екеу болғаны. Жаңа құйрық бауыр жеп, құда болып, төс қағып, төс түйістіріп жатырмыз. 1000 жылдық болсын сол құдалығымыз. Енді мынау үйді көрсетіп, қара шаңырақты көрсетіп жатыр бауырымызға, рахмет інімізге. Өзі ағайын таты болса, абысын таты болса,
ас көп дейді. Сол татулықтарыңыз арта берсін дегім келеді. Сол абысындардың қатарына біздің қызымыз қосылып жатыр. Осы солардың тәрбиесін көрсе, солардай болып абысын ажым болса, соған тілектеспіз. Неғыл дейміз енді осындай той күтіп жүрген кісілерге сол жұғысты болсын деп тілегім келеді. Сол Алланың назарында болсын, соған тілектеспін. Ары қарай жалғастырайық. Құдасың бұл кісілердің тілегі әдделінеді ғой. Бізде тамаққа біраз бір адамды қош берейік деп отқаным ғой. Дұрыс. Рахмет, мынау жалағанда біраз жақсы тілектер айтып отыр. Мынау қара шаңырақ қой енді. Қара шаңырақтан аттар кетпейін деп жатыр. Дәм тұз татсын деп жатыр. Рахмет. Дәмдеріңізге. Енді осыған бәрі себепкер 2 жас қой. Жастар бақытты болсын, өздері сау болсын, дастархан тойға жайылсын, 1000 жылдық құда, 100 жылдық күйеу құдалығымыз сыйластығын арта берсін. Өмір жастар ұзақ болсын, қорлы болсын, балдар бақытты болсын, бақыттар баянды болсын, дендері сау, өрлі шүрлі болсын. Сол үшін алып қойыңыздар. Құрметті құдағайлар, бүгінгі үлкен шаңыраққа келіп отқаннан кейін бір нәрсені айтқым келеді. Өскемен өңір газетінің осы жақын арада бір айдың көлемі айды ма, соның газетіне бір мақала жазылған. Оның арасында апамыз Алтынша Жағанованың несі бар. Енді керемет жазылған енді. Бүкіл өмір баяны, бала шағасы бәрі жазылды. Соны оқып есіме түсіп отырды. Оны айтпасқа енді тағы болмайды. Сол сияқты мынау сәре айналып ұрпақтарың көбейе берсін, өсе беріңдер. Ағамыздың жолын қуа берсін балдар. Немере шөбере сүйе беріңіздер. Денсаулық болсын, бала осындай дастархан кеңіне жайыла берсін. Жегендеріңіз осындай тағам болсын да, Құда қаласа құдалықтарың 1000 жылдық болсын. Сол тілейтінім. Сол кезде мақаланы есіме түсіп жатыр. Кешеде айтам деп ұмытып кеттім оның арасында. Осы буквально бір ай ма, 2 айдың көріп Өскемен өңірге мен өзім өз көзіммен оқып, бір керемет өмір баян жазды да. Соған ырзамын. Жатқан жер жайлы болсын енді. Рахат, керемет ләззат алдым өзім. Жастар бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын, отбасылары көбейе берсін. Барлығына себепкер құдағылар неғып жатқан 2 жас қой, 2 жас бақытты болсын. Сіздерге қыздарыңыз құтты болсын, сізге ұлыңыз құтты болсын. Өмірлеріңіз қызды болып жатсыздар, қыздарыңыз ұлды болып жатсыздар. 2 жаққа мейірманды болсын. Тек осындай дастархандарыңыздан нан үзілмесін әрдайым. Барлықтарыңыз үйлеріңізде осындай қызықшылық болсын. Жастардың қызығына тоймай жүре беріңіздер сәке. Біз соның куәсі болып жүре берейік. Тек қызықшылықта келсек. Жақсы тілекке қолды ұры-ұры ұшпай шабып берді. Сән ғой. Апа, құдағи деп айта кетейін сізді. Құдағи апа. Үлкен шаңырағыңызды көрсетіп. Апа десейін. Үлкен шаңыраққа шақырып отырсыз, ақ-дастарханыңызды жайып. Келін де күйеу бала да екеуі сіздерге келін, бізге күйеу бала енді. Екеуі бақытты болсын. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын. Күйеуліктеріңіз 100 жылдық болсын. Әр уақытта осындай тойлы дастархандарда тек қана жолға берейік. Сол үшін
жүрегім арнаған ол қызыңның қабыл алар тілегім балаңды аяладым өзіңді саяладым қашандау аман болсын анашым саябағым балыңды аяладым өзіңді саяладым қашандау аман болсын анашым саябағым алладан кейінгі шеберім жанаки жан жүрегім санбасаң күш қуат демеуім сүрінсең тілегім қалдырмас аязға ызғарға алып масқар тауым жанаки қасымда сіз барда арайлы әр тәңім әрқашанда биік бөлетін мен басқадым менің әкем ең жақсы адам менің әкем ең жақсы адам қасиет киенің шынына арнадым алғыс тазым еш мектеп жете алмас құнына ең нақты ұстазым аңсайды ұлына әр әке еді жаққа қонғаным жетеді бел үшін жан әке сіздей ақ болғаным әрқашанда биік көретін мен басқадан менің әкем ең жақсы адам әрқашанда биік көретін мен басқадан менің әкем ең жақсы адам ең жақсы Көке, енді айып етпеңіздер. Тағы бір тілек тыңдасақ деп жатырмыз. Жаңа құдалар жақтан әрине. Қайсымызға береміз? Қол көтеріп айта беріңіздер енді. Үлкеніміз Құралайдан бастап әрі қарай Айтқыз жөтеліп алсын. Иә, мынау құрметті қонақтар, құдалар, міне бүгін мынау Жағыпар көкеміздің отанына келіп отырмыз. Бұл дастарханнан осы жаны жайсаң жақсылар дәм тапқан дастарханда отырмыз. Міне қуаныштымыз. Мынау жаңағы бәрі осы екі жастың арқасында ғой. Екі жас бір-бірін тапты дедік, бас қосты дедік. Міне екі жастың бақыты баянды болсын, өмірлері ғұмырлы болсын. Мына ата-аналары аман болып, тек сол ата-аналары осы өсіріп отқан ұл қыздарының рахатын көрсін, немере шөбере сүйіп үлкен қария болсын. Осы Жағыпар атамыз бен біздің апамыздың жолдарын осы балдарына бере берсін. Мынау дастархан осы үйде тек тойға жайылсын. Нағалым айналайын, рахмет, мені сыйлап құдаларды міне төріңе шығарып жатсын. Өзіңе де ағаларың сияқты келін алып, қыз ұзатып, үлкейе бер. Отаныңда тек той болсын, дастархан осындай жақсы жайсаңдарға, бауырларға, құда-құдағиларға жайылсын.
мынау деніміз сау болып барлығымыз тек осындай көргеніміз той болсын. Міне біздің ағамыз, мынау ортамыздағы Қажы ағамыз, қажылыққа жақында жеңшем екеуі барып келді. Міне төрімізде қандай ортамызға алып үлкен ағамызды ортамызға алып жүрміз. Міне аға қабыл болсын, деніңіз сау болып, жеңшең екеуміз тек осы ауылға тойға келіңіздер, құдалыққа осындай қыздардың, ұлдардың құдалығына келіп төрімізде отырыңыз. Мынау Гүлнар, сылқамай айналайын, міне жаңағыдай сендердің арқаларыңда міне осындай дастарханда дәмдес болып жатырмыз, бауырлар, ағайын туыстар. Сендерге дендерің сау болсын, өсіріп отқан ұлттарының рахатын көріңдер. Құдай қаласа енді думанды да дәл осындай жаңағы жақсы жерден келін алып, осындай кең дастархан басында бас қосуға жазсын. Рахмет сіздерге. Бір айтып жіберейін дегенім, мен Алғабасқа келін болып түстім да, сол неге Алғабас мектебіне ауырсатын болдым. Сонымен енді ол кезде көкеміз ғой, Жақпар көкеміз, Заброяна. Сөйтіп, соның алдына өтініш жазып бардым. Содан бірден менің өтінішімді көріп, ай сен Қалекеңнің қызысың ба деді да маған. Сосын иә, мен сол Базарбаев Қалиұлының қызымын, осылай жаңағы неге сол жаққа келін болып түсіп едім, енді сол жаққа ауысқалы отырмын деп. Сол кезде бірден жаңағы фамилиядан папамның атынан уже жаңағы көкеміз біліп жатыр да кімнің қыз екенін. Үйімізде талай көкеміз қонақ болды. Әр мектепке келген сайын біз үйде күтетін біз. Сол кезде жаңағы көкемізді көріп ойбай андай енді жаңағы ұзын бойлы, көзі өткір. Содан жаңағы ол кезде бізде қонақ шақырса балдардың бәрін бір бөлмеге тығып тастайды да, шуламай отырыңдар дейді. Сонымен бәрін шуламай отырамыз. Анау қонаққа көрініп қалсақ, ойбай енді не істейміз депсе жаңағыдай қорқып. Сол кезде осы Жақпар көкеміз көп қонақ болды біздің. Бір жағынан жаңағы айтып жатырмыз ғой, мамамыз шашты. Сол папамды жаңағы күйеу бала деп, біз мамамызды қарындас. Сосын барған сендердің үйге. Міне енді жаңағы ойламаған жерден жастар табысып, бізде осы Жақпар көкенің отанында, төрінде отырмыз. Апа, көп-көп рахмет сіздерге мынадай дастархан жайып, құда-құдағиларды қошеметтеп, құрметтеп жатсыздар. Рахмет. Тек той болсын өсеге. Сізге де рахмет. Ағаларымды еске алып, айтып жатсыңдар. Жақсылығын айтып жатсың дейді ғой, айналайын. Сол ғой. Сол кезде бірлерінен қыз өріс дейді ғой, өрісіміз кеңейіп міне сіздерменен дастарханнан дәм татып отырмыз. Мына қара шаңырақтан. Апа, бала-шағаларыңызға көп-көп рахмет. Алланың нұры жаусын. Екі жас бақытты болсын, өссін, өнсін, шаңырақтары биік, босағасы мықты, үштауға өмірі шөбіреге толсын. Солардың тек жақсылығын, қызықшылығын тойлап жүре беріңіздер. Отбасында тек той болсын. Oldu mu? Kızlar suyu tutmuş Aygül. Мен ойын Шәкен ғой ма? жазым. Барлығы да айтып жатыр ғой, мен де осы 86 жылы оқып бітіріп келіп, сонда жаңағы Халел ағам тие берсін. Сол кісі осы Жақпар ағайдың алдына алып келген, менің қарындасым география факультетін бітірді, соған енді орын керек деп. Сонда ағай Жансейіт деген ауылдан кейін жастарды жіберді. Сөйтіп сол жастармен бірге менді сояққа жіберетін болды да. Содан енді дәл приказды алам деген кезде Асанбек ағай өзімнен алдымнан кіріп кетті да. Алдында не қылмаған ғой енді, мен қарындасым бітіріп келді деген сөзді естіген ғой енді ағайды, Асанбек ағай. Сонымен демепті. Сөйтсем енді мені естіген енді керек болып тұр ол мектепке де. Жансейітке кететінімді білді. Сонымен дереу жаңағы алдымнан
түсті да, районаға мен де келе жатырмын. Ағай дереу кіріп кетті, бір кезде Жақпар ағай Шараны шақыр деп сөйтіп не қылды секретаршыны. Содан мен бардым, сосын Шара айналайын, ағайын келіп отыр. Ал Жансейітке барғаннан үйден кіріп шыққан жақсы шығар я дейді да маған. Сөйтіп сол ауылға 50-ші мектепке мұғалім болып кеттім. Сонымен арасында да үйден кіріп, үйден шығып, мінекей солай болып, сол жерге сөйтіп Қарақалпақ еліне келін болдым. Жансейітте қап қоятын. Жансейітте қап қоятын. Кім біледі? Сонымен жаңағы ағайды еске алмай болмайды. Бір жылдаттың ғой әйтеуір. Сонымен сөйтіп қазір 33 жылдан бері мен сол жерде жұмыс істеп келе жатырмын. Мінекей тие берсін ағайға, Алла разы болсын. Қарты бар үй қазына деген Рысқан апа осы балаларыңыздың қызығын көріп, қаласам немеренің қызығын көріп жатсыз, немере дегенді басын қосып басқарау деген. Енді шөбере бар, шөберені де көріп жатыр екенсіз. Енді Алла бұйыртып жатса шөпшек көріңіз. Жаңағы әлде де жап-жассыз, жаңа Ақмарал құдағайды қазір ұзатуға болады екен дегендей, сіздер соңғысының ояқ бияғындасыз. Апа, сондай, Алла разы болсын, аман болыңыз. Осы балалардың алдында осындай әдемі қалпыңызда жүре беріңіз. Кешеден бері барлық жақсы тілектер жастарға айтылып жатыр ғой. Жақсы батамен елгі көрер дейді. Мінекей сол кісілердің айтылып жатқан қаншама жақсы игі тілектер айтылып жатыр, жақсы адамдар айтып жатыр. Міне сол тілектердің барлығы періштенің құлағына шалынып, Алла жастар бақытты болсын. Батамен көгеріп, өсіп, өніп, осы әулеттің ең бір керемет жаңағы мақтаулы келіні болсын бауырымыз. Мынау енді бір кішкене ғана не айтайын, күлкілі болсын. Осы Ақмарал дүниеге келген кезде мен үй жаққа кетіп бара жатсам, әй қыз дейді да жаңағы жеңгеміз сөйтіп сөйлейтін өзі. Содан мен жерде ыстық нан жауып жатырмын, қазір сен үйіңе барып келемін деген мен тамақ істеп қоям. Үйге кел деді да. Содан соқпай кетуге табылмайды. Содан үйге келдім. Сөйтсем айтты, әй қыз, мен қызымның атын Ақмарал қойып жатырмын дейді да. Сосын күлдім да жаңағы, ойбай жеңше Марал дей салайық та. Ақбола кім біледі ол десемші. Ойбай қыз-ау, сен сонда менің қызыма ақ дегенді қимай өтсің ба дейді. Содан айтам, ойбай жоқ, Ақмарал болсын. Бірақ кім біледі енді ақ демей қоя тұрайықшы әзір дейді. Ойнайтынмын сөйтіп. Сондай жаны жайсаң жеңгеміз керемет кісі тұғын, ауыр сөзі жоқ, тек қана майысып қызау деп тұратын жеңгеміз. Міне сол кісінің тәрбиесін көрді біздің Гүлнар. Енді Сүгенгіл келгеннен түңіме дейді, жақсы жерден келіп отырмысың. Құдай қаласа мінекей осы Гүлнардың менің Зұқа бауырымның ешқандай артық несі жоқ, өздеріңіз көріп отырсыздар. Өзі біздің әулетіміз өте жуас, жұмсақ жандар. Оны айта кету керек, иә. Ешқандай біреуге бір жаңағы көкірегін көтеріп, бір ондай не жоқ. Тек қана аңқылдап, бары болса дастарханына жайып, халықты осылай күтетін жандар. Мінекей Сұқа бауырым, Гүлнар, құда қаласа мынау төрге шығып, құда болып, құйрық бауыр жеп, төс қағыстырып жатқандарың құтты болсын, ұзағынан болсын, дендері сау болсын, Алланың назарында болып, бақыттың базарында болып, осы екі жас бақытты да баянды болып, тек қана екі жаққа да қызықшылығын көрсете берсін. Ернар біздің Зұқаның үшінші ұлы болсын, ал Ақмарал сіздерге өздеріңіздің қыздарыңыздай болсын. Рахмет, апа. Тілегіңіз қабыл болсын. Сізге риза болып отырмын. Шелде жоқ көйлек тауып киіп апсыздар. Қабыл болсын деп жатырмыз. Бармаған жері. Алла екі жасқа бақ берсін деп жатырмыз. Баяғыда бір 80-90-дағы үлкен апа көкеміз үйінде шай тамақ ішіп отырып, үндемей отырып көкеміз тамақ ішіп отырған дәу қасығымен кемпірдің басынан қойып кеп қапты жаңа. Бізде кемпір күңкілдеп жылайды дейді, ай шалау енді қартайғанда, бойымнан әл тайғанда маған
Сен күш көрсетейін дедің ба, қол көтерейін дедің ба, бұған дейін ұрпағың, сен не көрдің десе, көкеміз айтады дейді, ай кемпір, қыз күніңді көмбегенің есіме түссе, әлі күнге дейін жыным келеді деп айтады дейді ғой. Сол сияқты сондай керемет қарттық нәсіп етсін. Бір апамыз лотерея билетінен автокөлік ұтып апты. Автосалоннан звондап жатыр еді, апа, сүйінші, сіз автокөлік ұттыңыз, қызыл Toyota деген көлік ұттыңыз депті. Апамыз алып үшіп автосалонға барады. Автосалонға барса, именно апамызға айтқан соң қызыл машина жоқ екен. Апамыз қасы ашып тұр дейді, сөйтсе ішіндегі жігіттер қыздар айтады дейді, апа, дәл осы маркідегі, дәл осы машина, бірақ светі ақ болып тұр деп. Сөйтсе апам айтады дейді, жоқ, сендер қызыл ұттыңдар дедіңдер, сол қызыл тауып бер деп. Апам айтады дейді, апау, ақ машина екеуі бірдей ғой десе, апамыз айтады дейді, ақ машина, пақ машинаны білмеймін, қызылды берсеңдер, беріңдер, болмаса 60 теңгемді қайтарыңдар деп айтады дейді, лотереядан. Сондай Алла бұйыртса, бақ беремсе порчкіден беріледі дейді ғой. Жастарға бақыт берсін. Сол сияқты тамақты әкелейік, болмаса бата сұрап жүрем деп тұрмын мен ардақты ағайын. Ортаны ашып ретте болайық. Сыбағалы асымыз әзір екен. Ас келеді, аспен қоса бас келеді дейді. Тамақ қоятын жерін ашып алайық. Ержан. Соны дайындай, әңгіменің етті жеп келіп қайттық. Қазір о көздегі мен бұл көздегі шөлден салып шығылмайды. Бір үйге бір адам таң қаласың. Өзіңмен туғандардың өзің келсе, қолдары тимегенде осы атыл қайту керек деп осы бір-біріне сөйтеді. Мен айтам, үйлеріңде қамыратып, өз бастайсың қып кеттіңдер ма? Ол не деген заман екенін білмеймін. Сондай заман болды. Жүсіптің үйіне бар, сөйтсек бетеді. Күлдареға, ана басты ас деді өстіп. Сосын енді мен ол сұрадан шығып бір жаққа баруым керек еді. Қиналдым мен де, сөйтсем. Астың ба деп ана кіріп келсе тағы сұрайды апамнан. Сосын апам, астық. Осы үлкен сауал асқа қараңыздар, дәмге қарап отырыңыздар. Астан сорпадан алып отырыңыздар. Біз сағада бір керемет алып берейік. Sen oylasan sağınıp, gündüz döner gezerip, ara kızın peşinden aramızsın köş bastı. Ne göregen dolmanday gözün olup, kızı bek ah ölüm, ah ölüm. Görüzün sırman sağan, ah ölüm. Тоқтамай айта береді енді. Бұл шашлар бір бастаса тоқтау қиын ғой жалпылама. Бұлардың кешегі бабалары Жаназар батыр бір шапқан кезде бәрін қырып бірақ оралатын батыр болған.
бұл кісілердің қанында бар қасиет қой, бойындағы талантын бір көрсетсе, соңына дейін көрсетеді. Мына енді құрметті ағайындар, осыдан кейін баратын Хан Шатыр деген ресторан еді, жаңа Ернар звондап жатыр. Ресторанға барып қалсам, ресторанның егесі құлттап қайтайын деп жатыр екен, аштырып қойдым қайтаран дейді. Мына енді ол жерге де ертерек барсақ деп жатырмыз ғой. Мынау енді керемет тамақ, жеңіл тамақ, асты пельмен, үсті ет келіп жатыр. Өз біздің қазақта бір тамаша сөз бар ғой. Ет етке, сорпа бетке, сүйегі итке, қалған пакетке дейді. Күріш күшке, ірімшік ішке, салфет ауызға, зубочистка тіске, банан бауырға, қарғыз қарынға, өрі көкпеге, тары тамырға, мейіз миға, приз сыйға, колбаса қанға, салат санға, апельсин алма қабығы малға, шашлик шашқа, балық басқа, тілек тосқа, тойбастар досқа, үлкендердің батас асқа, бүгінгі зор махаббат 2 жасқа деп келіп жатырмыз бәріміз. Баршаларыңыздың айтылған ақ тілектеріңіз періштенің құлағына шалынсын дейміз. Енді құрметті ағайындар, осы шаңырақта тілекті қорытындылау үшін әжелеріміз сандықтан киімдап шығып, қуаныштан көздерінен түйір жас шығып, жастардың жайласын деп үйін жақсылық, аға жеңгелері сыйын жақсығып, кризис күйін қаштырып, жағдайды қиындастырып жатса да, балдардың бақытын түйін құрастырып, бүгінгі кешті керемет жиын құластырып, ынтымақтан үйін құрастырып, сіздер үшін ұлан асыр дастарханды ұйымдастырып отырған дастархан егелерін, шаңырақ егелеріне тілек берген жөн санап жатырмыз, ардақты ағайындар. Апамды ол қыздар жаңа сырттан келген, Алматыдан келген ұлдарыңыз бар. Ол кісілер тілек айтып балам дегенше біраз уақыт болып қалады ау апа. Шамал шақыра берсек, ертерек тілек айтсақ. Себебі нағашылардың жайып отырған дастарханына да шамал ертерек барсақ деп жатырмыз. Дұрыс. Ана Алматыдан беріп келіп жатыр. Құдай қосып, құда болатымыз айналайындар. Мынау өзі оласа папамызбен, сіздің папаңыздар бірге қызметтес болып араласып, бір-бірін сый көрсетіп, сыйлап, жақындатқан екен. Алла тағала сол бетап өзі білген шығар енді. Өзі жиын болады еді оқуыңға. Папаңа алған шашты болса тіптен осы құрылап жақсы көрген ғой кезінде сыйлап бір-бірін. Сол ағайын болып бүгін кешеден бері сол жат болып араласып, қанша тілек айтып жатырмыз ғой. Енді соның бәрін Алла тағала қабыл көрген шығар. Көптен қуанышын біледі Ернар баламыз. Өзінің бір менің де бір аққуым бар шығар деген бір өлең бар ғой, сондай көп уақыт жүрді өзі. Сол Ақмаралдай аққуым іздеген екен осы уақытқа шейін. Осы Құдай жат болатырмыз, ағайын тосып болатырмыз, осының бәрі ұзағынан болсын деймін айналайын. Сол екі баламыз бақытты болсын. Қанша күннен бері осы тойға барған, құла болып барған кісілердің қанша тілек айтып жатыр, сонда періштенің құлағына шалып жүрейік. Алла тағала қабыл етсін. Біздің жолымызды берсін. Сың отанымызға келіп жатсыздар, біздің айтып жатсыздар. Сол ағаларыңның айтқан жаңағы алдынан өтіп, алдына келіп, жаңағы приказ алған кезінде қызметтес болған айтып жатсыңдар, жақсылығын айтып жатсыңдар, жақсысына жақсылығын айтып нұртасын дейді ғой. Ағаларың бір аунап түсіп жатқан шығар. Сіздерге көп рахмет айтамын. Сондай ағаларын еске алып, сондай кездестірген көп кісілерді кездестіремін, сондай осындай ағаның алдынан барғанда бізге атырып, сондай құрметке, приказ беріп, сөйтіп айналайын дегенше қарындасым екенсің ғой деп көп кісілер айтады сөйтіп. Еске алып жатырмыз енді, аруақтар ұзақ болсын. Айтамыз, екі баламыздың махаббаты мәңгілік болсын, үлкен отаулардың шаңырағы биік болсын, өсіп өнсін дейміз. Осы екі жаққа тек қана қуанышын көрсетсін. Олардың қуанышы үшін әр уақытта осындай жақсы дастарханда кездесіп жүрейік. Кешеде айтып жатыр, бесік той болсын деп жатыр. Солардың тойларына әр уақытта басымыз қосылып тойлап жүре берейік, сол бала шағамыздың қызы. Келесі жылы осы уақытта бесік той болсын деп жатыр. Періште аумин дейсін. Жақсы сөздердің бәрі періштенің құлағына шалынсын деймін. Мынау үйге келіп жатсыздар енді, қосылған жайып, тілек айтып жатсыздар, рахмет айтамын. Үй осы, тәжірибелі болатымыз ағайын туысқан енді осылай қатыса береміз, Құда қаласа.
құда болып шама уақыт болғаннан кейін ағайын туысқан болып кетеді өзі, иә. Жаңа бір құда ағайын келмей қалыпты, айтып, мамасын айтып едім. Ол сен қызмет етіп жүр, немерелерге қарап жүр. Баймен құдаға емеспін деп есіктің алдына отырып жатыр, туысқан болдық қой деп. Ондай туысқан болайық, иә. Алып мықты болсын. Балдарымыз бақытты болсын. Тек қана осындай қуаныш үйлеріңізде, отандарыңызда бола берсін. Әумин. Ал сенде рахмет айтыңдар. Сіздерді танысқанға қуаныштымын. Көңілімде естіп қуанып отырмын. Біз ағамның нағашысы Серік екеуміз апам қолында істейміз. Апасының қолында өскенде қуанып жатыр. Екеуі 100 жылдық, құда 1000 жылдық дейді ғой. Осылай жекжатты құдалығымыз артып. Күні бойы жақсы тілектер айтып жатқан шығар. Дөрісте аумин дейсін. Осындай әрқашан қуаныш дастарханда шейіт ойында да Ал енді, рахмет. Мінеке, неғыл дейміз, кешелі бері жақсы тілектер айтылып жатыр ғой. Мінеке, 2 жастың арқасында сіздермен танысып, өрісіміз кеңейіп жатыр, ағайындығымыз артып жатыр, санымыз көбейіп жатыр. Неғыл дейміз, осы балаларымыз бақытты болсын, құрған шаңырақтар биік болып, керегесі кең болсын дейміз. Іші толған қара домалақ біздің шаштарымыз көбейе берсін, көп болсын деймін. Осы 2 жастың құрып жатқан көпірі ұзағынан болсын дейміз. 2 жаққа да сыйлы, адал, ұл, адал, келін, қыз болсын дегіміз келеді. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызда осындай жақсы дастархандар жайылып, жүздеріңізден күлкі кетпесін, аспанымыз ашық болып, еліміз тыныш болып, бір-бірімізге деген сіз біздігіміз арта берсін дегім келеді. Ең бастысы басымыз аман болып, деніміз сау болып, алдымызға қойған, енді ананы кешені бақытты бала дейді ғой, осы балалардың бақыты барлығымызға тек қана ұзағынан сүйсіндірсін дегім келеді. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін, сіздерге мұнда бір рахмет. Бәлкім сыйға сөйлейді ғой, кешелі бері сіздерге түсіңіздер, мінеке біз де сіздерді күтіп жатырмыз. Осы сыйластығымыз молынан болсын деген. Мен что-то қайта ұмытып кетіп жатыр таныстыруға. Бізден кейінгі қайдамыз кеше айтты ғой, егізде біреу барған. Серіктен беріп, одан кейін мен жаңа егізім. Білесіңдер ғой, мен блатной жерде жүрмін ба, жаңа қазаны шоқ жаңа. Қысқартып айтайын да, тағы да баратын жеріміз бар өтшені. Қуаныштымыз, жаңа берік айтып жатыр ғой, бүгін бұрын әжеміз, қалшы бүгін бұрын. Енді бұл берік Серік армия айтып қалды, берік физмат школа кетті, мен барып оқыдым соқты, 9-дан. Оқыдым деймін, енді оқыған жоқпын шындайсың. Кембірдің қолына барғасын ясында ол уже. 2 соққа барасың, 4 соққа қайтып кетесің деген сияқты. Сол сияқты, ол Ернар, Нуриса осы үйде болды, Ернар сол жақта болды. Әжеміз көрді, аяғына байлап қоятын жаңа, абаларын. 2 жас бақытты болсын, дендер сау болсын, әрдайым өстіп, қызышқа жинала берейін. Кешегі сырға салған келіннің жолдасы. Құтты болсын. Ерлан есім, Нұрлан егіміз егізбіз. Жастардың тіккен отаулары алғашқы қадамда құтты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, мерейлері әрдайым үстем болсын, абыройлы болсын, өмірлері қуанышқа, жақсылыққа толы болсын, ел мақтан тұтатын өнегелі семья болсын, бастарына бақ болсын. Қысқа. Қара шаңырақ неге келеді? Құдалық. 10 жылдық болсын. Қуаныштымын. Қош келдіңіздер. Дастарханымыз тек тойға жайыла берсін. 2 жас бақытты болсын. Үгілі шүбірлі болсын. 2 жастың қызықшылығына, қуанышына бірге қуанып жүре берейік. Тек барлықтан отбасыларыңызға Алланың нұры жауып, жақсылық болсын, еліміз тыныш болсын.
қосқаныма қуаныштымын. Қараңдарыңыз бітсін, бақытты болыңыздар. 2 жас бақытты болсын. Аңсаған армандарыңа жетсін. Біз сіздесіп күліп ойнап жүре берейік. Тек жақсылықта кездесейік, бесік тойда. Амин. Тек жақсылық болсын. Болды ма? Қабыл ма? Не қылған? Тілектеріңіз қабыл болсын. Мені жоқтап айта салыңыз Мұрат көке. Ал енді тілектің бәрі айтылды ғой, рұқсат болса дастарханның батасын сұрай. Келесі хан шатыр мейрамханасына қарай жол жүрейік деп жатырмыз. Арайланып әрбір таң ата берсін, ойсақын сөз таппай бата берсін. Яқияумен қол жой дастарханға құдалардың үлкені бата берсін. Қандай береміз? Сәулет, шарақалдың қамынез, жалықтар, Аллам, жанбет, тәмам жеттің, албет, арысбереке, балалет, отбастарыңызға құда берсін. Жастар бақытты болсын. Шаңырақтары биік, керегелері кең болсын. Үйлері жанға толсын, құралары малға толсын. Қазандары майлы болсын, дастархандары жайлы болсын. Жастар бақытты болсын, той қаласын. Амин, Аллаху акбар. Ал хан шатыр мейрамханасына. Амин. Батаңыз қабыл болсын. Сулардан құяйық. Аллаға шүкір, ақ тілек айтылды. Құдалықтың мөрі басылды. 2 қайтарадан тілек айттық. Енді нағашылардың хан шатыр мейрамханасына хан ұлындай сіздерді қадірлеп төрге шығарып отырған дастарханы еркін дастархан болса. Шамалы сұхбаттасып, менде бүйеңіз жеп қойған шығарым, бағана бір айқайлап сөйлеп жатырмын. Бір түрлі қарап отырсың, маған ұнамай қалып отыр. Әзілдеп айтып жатырмын деп. Шамалы еркін дастархан, емін еркін бір-бірлеріңізбен әңгімелесіп, сұхбаттасып отыратын дастархан болса, қалай қарайсыздар? Жақсы. Нағашылар қауым, сіздерде реніш жоқ па? Күз жайған дастарханнан мына ержан тілек бермей қойды, қашып кетті демеңіздер. Еркін дастархан өздеріңіз сұхбаттасып отырсын деп жатыр. Менің ойлап отырған сіздердің қамдарыңыз ғой әйтеуір. Рахмет Иә. Қайтадан танысамыз. Бәріміз танимыз ғой бір-бірімізді. Ал ары қарай еркін дастархан сұхбаттасып әңгіме айтып отыра беріңіздер. Сіздердің өпсе деген. Бұлар түскен кезде Шаттыққа келетсем деп барғауымды, жырыммен жасап тұрмын талдауымды. Шамалы миларымды аштайын деп әдейі айтып тұрмын арнауымды. Өлегімнің шыққанда майым етке, жең алмайды балғын бек айым етке. Ағайын таңнан бері миларыңды су қылып жіберсем мен айып етпе. Ағайын бермен көңіл бөліңіздер, жастар үшін уайым жедіңіздер. Жаңа құдаларыма тілейтінім, есігімнен еңкеймей еніңіздер. Ернар менен Ақмарал отау құрды, 2 жастың батасын беріңіздер. Ұстасқан қолы мәңгі ажырамас, осы сөзге ағайын сеніңіздер. Көк мұрындар еліне тілейтінім, өмірде тек жақсылық көріңіздер. 9 ай 10 күннен соң шашшылардың шаңырағына бесік ап келіңіздер. Айғай артық айтсам бассалар не деген дау. Ержанда езуден жыр бөлек ел дау. Тағы бір тойға бару керек еді, жырым менен басталды себеп енді ау. Бір бауырым той жасап жатыр бүгін, оны жиылып келген жұрт және көрді ау. Ата-анасын ардақтап той жасаса, перзент болды емес пе көреген ау. Құдалықпен қабаттасып тойын жасап, ол бауырым өзіме ере келді ау. Бәйбішем босанайын деп жатқанда тоқалыма толғақ кеп бәле болды ау. Дегенде ақыныңа айт өлеңді, Ержанда елдің көңілін байта келді. Бүгінгі құдалықтан кейінірек тойын жасап жіберсе қайтер еді.
соң танытса ағайындар зеректігін ешқашанда басылмас өрекпінім. Шаштылар көк мұрыннан қызынапты, мына жайды айтуға себеп бүгін. Көк мұрындар қашаннан жақсы жандар, жастарда байқатар зеректігін. Шіркін біздің шаштылар қайдан білген, қандай жерден қыз алу керектігін. Демеңдер мынау ержан бөседі екен, сақалы жоқ, мұрты жоқ, көсем екен. Ал шашының тарихта орны бөлек, сондықтан өлеңімді еселетем. Тарихтарды, шаштыларды жақсыреп айтқан жандар, күннен күнге өркендеп өседі екен. Шаштыларды жаман деп айтқан жандар, өспейді екен, керісінше өшеді екен. Осындай текті жерге келін болған Ақмаралдың бақыты бесел екен. Айқаяқы ай, көрмеген уақытты көп ай дейтін, бұл бізге жырлап кетер орай дейтін. Менің де әжем шашты, анам шашты, жақсылықтан көрсеткен талай кейпін. Әкем солай әйелін мақтаушы еді, әкемнің әкесі де солай дейтін. Айқаяқы ай, отау құрған ерін аржан білікті ұлсын, теңіз мұхит секілді тұнып тұрсын. Ернар мен Ақмаралға тілейтінім, үлкендердің алдында күліп тұрсын. Бақ пен ырыс несібе Алла жазса, дәл осы шаңыраққа кіріп тұрсын. Ақмарал жаратқаннан тілейтінім, қадірін жақсылардың біліп тұрсын. Жаратқан құрсағына құт бітіріп, Мұстафадай текті ұл туып тұрсын. Екеуі шиеліден Алла жаса, тек қонаққа баруға шығып тұрсын. Не деген тату татты жанұя деп, көрген жанның барлығын қызықтырсын. Бұйырса немерелер аман болып, қайғы мұңның барлығын ұмыттырсын. Айқаяқы ай, мен қалай табанымнан тайқып көрем, сіздерге жыр айтам деп ой тіктебем. Қолыма домбырамды алған сәттен арнаумен ел көңілімді айтып берем. Осыменен арнауды аяқтайын, қалғанын бесік тойда айтып берем. Айқаяқы Ернар менен Ақмарал шаттық сыйлап жатыр ғой, шаштылардың төрінде жаратқаннан тілерім. Көк байрағын көтеріп жүре берсін көгінде, тойғытты болсын деп айтам көк мұрындардың елінде. Ал екі жас өмірде жүре берсін паң күліп, есімдері жаңғырып, мынау 5 күн өмірде бақытты болсын мәңгілік. Ерекеңнің есімі ал талашына дүр болсын, ал Ақмарал қызыңыз жайқалып өскен гүл болсын. Екеуіне жаратқан қылықты қылып қыз берсін, ұлықты қылып ұл берсін. Екі жағы аман боп, қызығын сөнің бір көрсін. Серік ағама айтарым, басыңда жақсы күн болсын. Немерелерің 100 болсын, шөберелерің 1000 болсын. Шөліркеп жатқан шағында шөпшегің келіп су берсін. Өзіңден өскен ұл мен қыз бар адамзатқа бас иді, Аллаға ғана құл болсын. Енді той басталғалы шаштыларды, көк мұрындарды мақтап жатырмыз ғой. Жаңа айтты, арғы атамыз бір деп жатыр. Дегенмен осы сыр елінің абыройын асқақтатып жіберген негіз шаштылар деп білем өз басым. Себебі кешегі түркілердің көсебі болған, азаттықтың жолында жанын берген Иманжүсіп Мұстафа Шоқай бабамыз бар. Ол кісінің де руы шашты болған. Және де Иісі Қазақтың мақтанышы белгілі тұлға Иманжүсіп Құтпанұлы. Ол кісінің де руы шашты. Және де жырлары жүректерге жалын беретін Бұдабай Қабылұлы. Ол кісінің де руы шашты болған. Бағана айттық қой, жаудың бәрін осы шер төңірегінен қуып шыққан Жаназар батыр, ол да осы 7 рулы шашшыдан туылған екен. Bir күні мына біздің Жиделде, Жиделі ауылды білесіздер ғой біздің Жиделіні. Өз біздің Жиделде 3 ағыр отырады, Соқпан, Шашты, Абыз. Сол 3 жігіт суға түсуге бара жатқан ғой. Сөйтіп каналдың жағасына барып шешініп тұрып, Абыз айтады дейді, Есап Зәулиенің ұрпағымын суға түсуді мен бірінші бастайын деп, Абыз шешініп суға қойып кетті, ат жығыпты.
не болды десе акула жүр деп айтады дейді. Ой, біздің жерде ненің акуласы деп тұяқты соққан сенбей шешіліп қойып кетіп, ол да ат шығыпты. Шынымен акула жүр деп айтады дейді. Шаш сенген ба, сен екеуің мен ақымақ көріп тұрсыңдар ма деп шашты шешініп суға қойып кетті, жоқ болып кетіпті. 5 минуттан кейін жағаға акула ат шығыпты. Не болды десе шашты келіп қалды деп айтады дейді. Сонымен үшеуі суға түсіп болып кетіп бара жатса, жерде 500 теңге ақша жатыр екен. Сонымен тұрып айтты, абыз суға түсуді бастадым, 500 теңгені ала қой десе, мен 500 теңгеге бола белімді бүкпеймін деп өтіп кетті. Артынан Соқпан келе жатқан, ой Соқпан сен ал десе, абыз еңкеймеген жерге өліп қалдым, мен де еңкеймеймін деп өтіп кетті. Үшінші шашты келе жатыр екен, не істейді деп қарап тұрса, 5000 теңге қалтасынан шығарып жерге тастап, 5500-ге еңкеуге болады ғой деп айтты. Шашылар жасасын деп бір шапалақ ұрып қойыңыздаршы. Ана енді ардақты ағайындар, жаңа айтып жатырмыз ғой, бүгін той үстіне той. Енді Ернар бауырым осындай той жасайын деп жатырмын, үйленіп жатырмын, құдалығымды аттап бер деген соң аманаттап мойныма алған болатынмын. Мына жақта енді Нұрбол деген шелінің асаба жігіті осы Есабыз әулиенің ұрпағы, бір жағы өзімнің күйеу балам, есігінің алдында ата-анасын ардақтап, жалпы ата-анасының разылығын алған перзент жәннатқа кіреді дейді ғой. Ата-анасын ардақтап той жасап жатыр, ол бауырымды өкпелеп звондап жатыр қайта-қайта. 9 қатынның толғағы бір күнде келді деген екен баяғыда бір ағамыз. Сол секілді мына той үстінен той болып жатыр, Құдай тойдан айырмасын. Енді әуелі Алладан, екінші сіздерден рұқсат сұрағым келіп жатыр. Мына жаңа айтты ғой, нағашылардың жайған дастарханы емін еркін дастархан болсын деп жатырмыз. Мына арнайылап тамада тілек бермеді, біз сөйлемей қайттық демеңіздер. Мына осы сіздер үшін жайылған дастархан, сіздердің құрметтеріңізге жайылған, сіздердің тілектеріңізді, сіздердің рахметтеріңізді тыңдау үшін, сіздермен етене жақын араласу үшін осы нағашылар қауым дастархан жайып жатыр ғой. Әлем бойынша ең ақ көңіл бұл қазақтар екен көке. Осыны естіген Барак Обама осыдан 10-15 жыл бұрын біздің Нұрсұлтан Назарбаевқа звондапты дейді ғой. Нұреке осы қазақтар ақ көңіл дейді ғой деп. Я депті. Барак Обама айтады дейді, мен Америкадан шаршадым, жолдың бір шеті шұқыр болып қалса күнде Забастокқа бір аптаға ауысайық, мен демалайын депті. Нұрекең де қазақ қой, жарайды деп келісіпті. Барак Обама ауысып келсе, президент ауыстау деп жүрген бір қазақ жоқ дейді. Сонымен бұларды тексеріп көрейін деп Барак Обама жарлық шығартты. Ертең азаннан бастап үкіметте жұмыс істейтін қазақтардың айлығын 50%-ға қысқартамыз деп. Халық көтеріле ма деген ғой. Ертеңіне қараса бүкіл қазақ жұмысында жүр дейді, ештеңемен жұмысы жоқ. Ойбай бұл не деген халық деп екінші күн жарлық шығартты. Ертеңнен бастап 100%-ға қысқартамыз, тегін жұмыс істейді деп. Ертеңіне келсе тағы бүкіл қазақ жұмысында жүр дейді. Ойбай бұл не болды деп үшінші күн жарлық шығартты. Ертең азанда сағат 9-да бүкіл қазақтар площадьқа жиналсын, бәрін дарғасамыз депті. Ертеңіне Барак Обама площадьқа келсе, бүкіл қазақ площадьта жүр, очередке тұрып жатыр, сенен келмен деп. Барак Обама жағасын ұстапты. Әлемде мынадай ақ көңіл момын халық көрмедім ғой. Не үшін деп қарсы шығатын біреу жоққа деп атса, біреу суырылып шығып сұрағын береді әбеке депті. Айта қойыңыз десе, жаңағы біз дарғасатын арқан үкімет бере ме, өзіміз әкелеміз бе деп айтады дейді ғой. Сол секілді тілек айтқысы келген ағайындар, тамада бере ме, өзіміз айта береміз бе деп отырмаңыздар. Аллаға шүкір, осы ынтымақ бірліктеріңізден айырылмаңыздар. Бүгін осындай тойға баратын болып, енді жол қашықтау болса керек, самолетпен барайық деп, бір қаладан бір қалаға самолетпен шығып, шағындау самолет, ішіне 29-ақ адам міну керек. Енді бұл кісілер 30 адам болып шыққан ғой. 30 адам мініп самолет көкке көтерілгеннен кейін бір адамның салмағы ауырлық қылады ғой қанша дегенмен. Самолет көтеріліп келе жатып, бір тау тұр екен, тауға самолеттің асты соғылыпты. Асты соғылып, асты ашылып қалған, 30 адамның бәрі төбеден ұстап тұр. Сонымен летчик айтады дейді, бір адамның салмағы ауыр болып келе жатыр. Қазір бәріміз құраймыз, құлаймыз. Енді ақылдасып өздеріңіз шешім шығарып, бір кісі түссін самолеттен, құласын төмен қарай, өмірін пида етсін дейді ғой. Бәрі бір-біріне қарайды, бәрі жас үшін ішінде бірақ қария бар екен. Сонымен бәрі соған бұрылып қарапты. Сөйтіп айтады дейді, көке, асарыңызды асадыңыз, жасадыңыз, немере шөбере көрдіңіз, біз әлі жаспыз ғой, тәуекел қылыңыз деп. Сөйтсе көкем айтады дейді, жарайды балаларым ау, сендер үшін өмірімді құрбан қылайын, бірақ өлер алдында сендерге бір бата берейін, қолдарың жайыңдар депті. Самолет жеп-жеңіл болып кетті дейді, летчик қараса көкем ғана тұр дейді, бәрі түсіп кеткен. Көкем не болды десе, өмірімде батамның бір қабыл болғаны болды. Сол секілді бүгін айтылған барша дұға тілектеріңіз қабыл болсын, періштенің құлағына шалына берсін дейміз ардақты ағайындар. Мен жүре берсем рұқсат па? Өкпелеріңіз жоқ па? бір әңгіме айтып жастарға соны сендердің жаппайды. Мынау ұста аққу музыкасын жай қойса ішіне шығар.
Бүркіт ақылды дейді. Оның ақылдылығы ұябасар дейді оның несін. Еркегін шәулі дейді. Сол ұябасар өзіне қосағын іздеген кезде осындай бір ағашты алып, бұтақты алып, соны алып аспан ұшып қалықтап жүреді екен. Ананы көрген жаңа шәулелер жігіттер қойды. Солар ананың қасына жинап, айналып қасынан көрінуге тырысады екен жаңағы ұябасар. Содан бір уақытта адам таяқты тастап көз береді екен. Тастап көз берген кезде ананың неден біреуі ұмтылып, соны жерге түсірмей қағылады екен. Сөйтіп қайтадан алып барып анаға береді, ол тағы да тастап жібереді. Сөйтіп екінші тастап сол жаңағы нені қағып алған жаңа шәуліменен қозықтасады екен. Сөйтіп екеуі бірігіп жаңа құзға ұя салады. Сөйтіп сорда екі балапанды болады. Оның жаңағы жемін әкеліп беріп, оны өсіреді, қағады. Сол ұшатын, жүретін кезінде ана ұяны бұзып тастап, содан жаңағы шәулі 6-7 метр жерде, ұябасар ол да 3-4 метр жерде келіп отырып, жаңа балығын, тамағын жеп отырады екен. Анау балапан шиқылдап жатыр, басқаға батыр, келмейді дейді. Содан ұмтылады, анаған жүруді үйренеді, сөйтіп жатып құлайды құздан. Оны жаңағы шәулі жерге түсірмей қағып алып әкеледі. Сөйтіп үйретеді екен жаңағы. Ұшуға үйретеді, жаңағы жүруге үйретеді. Сондағы несі баяғы анау таяқты тастағандағы себеп, ол қасындағы қосағы сол балапанды өлтірмей ма, өлтіре ма? Соны анаған сынайды екен. Сөйтіп ана қағып алып жаңағы. Міне бүркіттің құсының жаңағы ақылдығы, оның жаңағы жар таңдаудағы мінекей несі. Сондықтан бұл жастарға осыны айтса, осыны білсе, сөйтіп жарды жаңағыдай адаспай сөйтіп тапса екен деймін. Соны бірге ескерсіз отырып. Біздің ернарда бүркіт қой енді, 30 лепті таңдап жүріп тапты қой Құдай қаласа. 30-да орда бұзып жатыр, шаңырақтар шайқалмасын, құстың сұлуы аққу деп жатырсыз. Мынау енді құстың мықтысы бүркіт қой әрине. Баяғыда бір сол қыз бен жігіт көшеде келе жатса, сөйтсе бір көлдің жағасынан өтіп бара жатыр дейді. Сөйтсе бір екі аққу жүзіп жүр екен. Сөйтсе қыз айтады дейді, жаным, біз екеуміз де мына екі аққу сияқты жүзіп жүрсек қой деп. Сөйтсе жігіт айтады дейді, қояй енді жүрейік, сол құйрығымыз су-су болып тұрайын деп дейді. Мына махаббаттың символы аққу болса, сол аққуда екеуі нәзік көп бақытты болып өмір сүре берсін дейміз. Баршаларыңызға рахмет, Алланың нұр жаусын, тойларыңыз тойға ұласын. Рахмет, ал, жақсы, аман болыңыздар, тойда жолғай. Осы жолдаңдар енді тамақ.